Бәріңізге сәлем, мен Мардан. Каналыма қош келдіңіз. Ең алдымен бұл бейнедегі этикаға сай емес психологиялық қулықтар менің өмірімнің бір бөлігі емес. Бірақ айналаңыздағы адамдар тарапынан қолданылып жүрген адам болсаңыз, қай манипуляция әдісін сізге жақындарыңыз қолданып жүргенін білуге құқығыңыз бар. Бұл видеодағы манипуляцияларды қолданасыз ба, қолданбайсыз ба, өзіңіздің еркіңіз. Бірақ әрдайым біліп жүргеніңіз абзал. Осындай видеолардың шоуын қаласаңыз, лайк басу арқылы маған білдіре аласыз. Дайын болсаңыз видеоны бастайық. Тегін тамақтан әрдайым абай болыңыз. Тегін ұсынылған нәрселер өте қауіпті болады. Жалпы алғанда қулық немесе бір міндеттеме бар болады. Қымбат болған нәрсеге төлем жасау арқылы басқаның ризашылығынан және айыптауларынан құтыла аласыз. Құнын толық төлеу сізге жақсы болады. Ақша тақырыбында жомарт болыңыз. Ақшаңыз айналаңызда айналып жүрсін. Себебі жомарттық күштің белгісі және күшті өзіне тартады. Өзіңізге деген құрметті және абыройыңызды арттыру үшін жоқ болып кету әдісін пайдаланыңыз. Базарда көп болған нәрсенің құны төмен деген сияқты, адамдардың арасында көп жүруіңіз сіздің қадіріңізді төмендетеді. Егер бір тобыңыз бар болса, немесе достарыңыз арасында арада бір жоқ болып кетсеңіз, көбірек бағаланасыз және сіз туралы көбірек айтуларына себеп болады. Аз табылу қадірді арттырады. Бірақ мұны жасаған кезде уақытты дұрыс таңдай білуіңіз керек. Достарыңызға қатты сенбеңіз. Дұшпандарыңызды жақсы пайдалануды үйреніңіз. Негізінде дұшпандарыңыздан көп, достарыңыздан қорқуыңыз керек. Егер достарыңызды қызғандыратын болсаңыз, сізді оңай сатып кетеді. Оларға тым көп сенсеңіз, басыңызға шығып, сізге зиян келтіруі мүмкін. Ескі бір дұшпаныңыз сізге жаңа бір досыңыздан сенімді болуы мүмкін. Себебі ол өзін досыңыз екеніне сендіруге мәжбүр сияқты сезінеді. Бұл да сіздің пайдаңызға. Егер еш дұшпаныңыз жоқ болса, тезірек өзіңізге біреуін табыңыз. Біреуден көмек сұраған кезде олардың пайдасы болатын нүктелерді көрсетіңіз. Олардың мейіріміне мұқтаж болмаңыз. Көмекке зәру болған кезіңізде қарсыңыздағы адамға өткен шақтағы жасаған жақсылықтарыңызды еске салып, уақыт кетірмеңіз. Себебі бұның ешбір пайдасы жоқ. Сізді байқамаудың жолын әрине табады. Оның орнына сізбен серіктес болудың оған қандай пайда әкелетінін айтыңыз. Бұл серіктестіктің оған әкелетін пайдасын көрсетіңіз. Пайда әкелетінін көрген кез келген адам әрине сізге көмектеседі. Патшаға жасалған мәміле көргіңіз келсе, патшалар сияқты іс-қимылда болыңыз. Басқалардың сізге қалай мәміле жасайтынын негізінде сіздің іс-қимылыңыз белгілейді. Әр уақытта дөрекі және қарапайым көріну сізді басқаларға құрметті етіп көрсетпейді. Бір патша өзін құрметтегені үшін дәл сол сезімді басқаларда да оятады. Бір патша сияқты іс-қимылда және сенімді болсаңыз, тәжкею сіздің тағдырыңызда бар сияқты атмосфера жарата аласыз. Өзгерістің керек екенін айтыңыз, бірақ бірден болатын және үлкен өзгерістерден қашықта болыңыз. Адамдар өздерінің жағдайынан ешбір уақыт қанағаттанбайды. Оларға өзгерістің болатынына байланысты үміт беріңіз. Бірақ жүйені бүткіл өзгертіп, жүйемен ойнамаңыз. Duaya lanet, duaya evet diyeceğiz. Үлкен адамның аяқ киімін кимеңіз және олардың көлеңкесінде қалмаңыз. Ең алғаш келген нәрсе ең жақсысы және кейін келгендерден әсерлі және оригинал болып көрінеді. Егер сәтті жетістіктері көп адамның артынан келе жатқан болсаңыз, немесе жақсы атақты ата-анаңыз бар болса, олардан да мықты және атақты болу үшін олардан 2 есе көп еңбектенуіңіз керек. Олардың көлеңкесі болып қалмаңыз. Әйтпесе өзіңіз болудан қалып, көлеңке боласыз. Өзіңіздің күшіңізді жинап, өзіңізді көрсете алыңыз. Сізден алдыңғы адамның мирасынан кешіңіз және өз тәсіліңізбен күш жинаңыз. Әр уақытта айтылу керек болған нәрседен аз нәрсе сөйлеңіз. Көп адам өз пікірлерін мүмкіндік туған кезде айтып қалады. Бірақ бұл өте үлкен қате. Есеп беруге деген қажеттілік кескеннен кейін көп қан ағызатын керексіз бір пышақ. Егер сөздеріңізбен адамдарға әсер етуге тырысып жатсаңыз, қаншалықты көп сөйлесеңіз, соншалықты қарапайым көрінесіз және бақылауды жоғалтасыз. Қарапайым нәрсе айтатын болсаңыз да, оны белгісіз сөздермен айтыңыз. Бұл оригинал және әсерлі болуыңызға әсер етеді. Көп сөйлейтін болсаңыз, керек емес сөздер айтып қою мүмкіншілігіңіз артады. Не болса да басқалардың назарын өзіңізге аударатын дәрежеде болыңыз. Бұл дүниеде барлық нәрсе сыртқы көрініспен бағаланады және көрінбейтін ешбір нәрсенің бір қадірі жоқ. Осы себепті ешқашан көпшілік арасында жоқ болып кетпеңіз. Бәсекелестердің арасынан шығып, өзіңізді көрсете біліңіз. Мінсіз сарай мүшесінің рөлін ойнаңыз. Мінсіз сарай мүшесі барлық нәрсенің күш және саясатпен шешілетін бір дүниеде тырысу деген сөз.
нәзік және табиғи жолдармен мәміле ету арқылы басқаларға өзінің күшін сездіреді. Мінсіз сарай мүшесі сияқты әрекет ете алсаңыз, көтерілуіңізге ешбір нәрсе кедергі бола алмайды. Ие бола алмаған нәрселеріңізге төмен көз қараспен қараңыз, және оларды көрмеген сияқты болу ең жақсы кек алу түрі. Маңызы жоқ бір мәселені қабылдап, оған бір қадір немесе маңыздылық беріп қоясыз. Қарсыңыздағы қаншалықты көп назар аударсаңыз, оны соншалықты күшейтесіз. Егер ие бола алмаған нәрселеріңіз болса, оларға төмен көз қараспен қараңыз. Қаншалықты аз назар аударсаңыз, соншалықты күшті болып көрінесіз. Адамдарды өзіңізге тәуелді етуді үйреніңіз. Өз тәуелсіздігіңізді жоғалтуды қаламасаңыз, басқалардың қажет ететін бір адам болуыңыз керек. Басқалар сізді қаншалықты қажет ететін болса, сіз де соншалықты тәуелсіз боласыз. Оларға ешқашан сізсіз істей алатынын үйретпеңіз. Нақты болмау арқылы айналаңыздағыларға күмән салыңыз. Адамдар үйреніп қалған нәрселерін істеп жүре беретін және басқалардың сондай істеп жүргенін көруге тоймайтын жаратылыс. Бұл жағдайды өзгертіңіз және өзіңіз біле тұрып болжай алмайтын болыңыз. Қандайды бір мақсаты жоқ сияқты жасаған әрекеттеріңіз олардың жүйесін бұзады. Әрекеттеріңізді түсінуге тырысып жатқандар шаршайды және бұл болашақта да олардың көзін қорқытады. Сәтті аяқтаған істеріңізді көп еңбек кетпегендей көрсетіңіз. Әрекеттеріңізді оңай және рахаттанып істеп жатқандай етіп, бұдан да көп жасай алатын сияқты етіп көрсетуіңіз керек. Қаншалықты көп еңбек еткеніңізді сөйлемеңіз, тактикаларыңызды ешкіммен бөліспеңіз, әйтпесе сізге қарсы қолдану мүмкін. Абыройыңыз және авторитетіңізді қандай жағдай болса да қорғаңыз. Күшіңіздің негізгі тірегі абыройыңыз. Абыройыңыз және күшіңіз басқаларды қорқыту үшін жеткілікті болуы мүмкін. Осылайша жеңіске жете аласыз. Бірақ абыройыңызды бір рет жоғалтып алдыңыз ба, бүкіл шабуылшыларға тап боласыз. Және бұл мүмкіндікті жібермейтіндер әрине болады. Қорғану кезінде шабуыл жасауды ұмытпаңыз. Бәсекелестеріңіздің абыройын түсіретін нүктелер іздеңіз. Артынан бір шетте тұрып, болып жатқандарды тамашалаңыз. Қолыңызды ешқашан ластамаңыз. Кемшіліксіз адам имиджін қалыптастыруыңыз керек. Қолдарыңыз ешқашан қате және кір істермен кір болмауы керек. Ондай істер үшін басқаларды қолдануыңыз мүмкін. Істі басқаларға істетіп, марапаттауды сіз алыңыз. Мақсаттарыңызға жетер жолда кіші жұмыстарды басқаларға істетіңіз. Тек қана уақытты үнемдеп қоймай, энергияңызды да үнемдейсіз. Ең соңында шәкірттер ұмытылып, ұстаздар есте қалады. Құрбаныңызды жомарттығыңыз және шынайылығыңызбен өзін қорғай алмайтын жағдайға түсіріңіз. Бір рет жасаған жақсы әрекетіңіз көп рет жасаған кемшіліктеріңізді жабуы мүмкін. Шынайы жасаған әрекетіңіз қарсыңыздағы ең күмәнді адамдың да күмәнін жояды. Осылай жасау арқылы қарсыластарыңызды қалағаныңыздай қолдана аласыз. Таңдауларыңызды бақылауда ұстаныңыз. Басқаларды өзіңіздің ережелеріңізге сай ойнатыңыз. Ең мықты өтіріктер қарсыңыздағы адамға таңдаулар ұсыну. Қарсыңыздағы адам бақылаудың өзінде екенін ойласа да кукла болып табылады. Адамдарға сіздің пайдаңызға болатын таңдаулар ұсыныңыз. Бақытсыз адамдардан ұзақ болыңыз. Себебі зияны сізге де тиюі мүмкін. Басқалардың бақытсыз жағдайы сізге де әсер етеді. Себебі бұл да басқа аурулар сияқты жұқпалы болып табылады. Ондай кісілерге көмектесемін деп, өзіңіз қиын күндердің келуіне себеп боласыз. Лидеріңіз болған адамды ешқашан көлеңкеде тастамаңыз. Сізден жоғары орында отырғандарды тағы да мықты сезінулеріне себеп болыңыз. Оларды бақытты ету және қабілетіңізді көрсету кезінде барлық өнеріңізді көрсетпеңіз. Қорқу және сенімсіздік оятып аласыз. Лидеріңіз сізден жоғары екенін сезіне алсын. Ақымақтың рөлін ойнаңыз және ақымақ сияқты көрініңіз. Адамдардың санасында олардың сізден ақылды екеніне байланысты сенім оятыңыз. Осылайша сізден ешқашан күмәнданбайды. Қаншалықты қастарында көп болсаңыз, қулық жасау үшін соншалықты мүмкіндігіңіз болады. Шегіну тактикасын қолданыңыз. Әлсіздігіңізді күшке айналдырыңыз. Бәсекелесіңізден әлсіз болсаңыз, ешқашан намысыңыз үшін күреспеңіз. Оның орнына шегінуді таңдаңыз. Шегіну бәсекелесіңіздің тоқтауын және сізге уақыт тұттырады. Уақытты басқару тақырыбында тәжірибелі болыңыз. Ешқашан асығып жатқан сияқты көрінбеңіз. Асығу өзіңізді және уақытты бақылауды қолдан шығарып алуға себеп болады. Әр уақытта да сабырлы болып көрініңіз. Дұрыс уақытты күтіңіз және дұрыс уақыт келгенге дейін шегінбеңіз. Уақыты келгенде бүкіл күшіңізбен соққы беруді үйреніңіз. Ешқашан мүлдем кемшілігі жоқ адам болып көрінбеңіз. Басқалардан жақсы болып көріну әр уақытта қауіпті. Бірақ ең қауіптісі мүлдем кемшілігі жоқ болып көріну. Басқалардың сізді қызғану сізге үндемей жүретін дұшпандарды жасап шығарады. Қызғанышты жою немесе төмендету үшін кіші қателер жасап оларды мойындай біліңіз. Тек қана жаратушы ғана кемшіліксіз болып көріне алады.
Бұл видеода сіздерге әртүрлі тәсілдер айттым. Қолдану немесе қолданбау өзіңіздің шешіміңіз. Бірақ сізге қарсы қолданылып отырғанынан сенімді болыңыз. Комментарий қалдырып лайк басуды ұмытпаңыз. Келесі бейнелерде көріскенше, мен Мардан.